Ал құрметті аудитория, сөйтіп айтуға бола ма? Аудитория, құрметті аудитория, біздің жастарымыз, мына политех колледжі өте керемет екен. Мен бірінші рет болып отырмын. Ішін, сыртын бәрін қарадым. Осында енді колледжде оқып отқан сендердің перспективаларың, болашақтарың жақсы болады деп ойлаймын. Өйткені бұл жалпы Европада колледж деген өте бағалы. Университеттерден де артық саналады, себебі өте мықты мамандарды дайындайды. Бүкіл Европаның, мен Америка құрама штатында болған, ол жерде де өте бағалы есептеледі екен. Сондықтан біз университетке түспедік, колледжде оқып жатырмыз деп оған қапаланудың қажет жоқ. Жақсы оқып, білім алсаңдар, колледждің білімінің өзі өте пайдалы. Менің ат жөнім ана экранда жазулы тұр, кішкентай назар аударсаңдар болады. Әділхан ағай боламын. Бүгінгі өздеріңе айтатын тақырып бұл цифрлы қоғам және Қазақстандағы адами капитал деп айтылады. Сіз деп сөйлемей қойсам бола ма? Қарапайым өзіміз қарым-қатынас жасай берейік. Біз мынау Астана онлайн деген әлеуметтік жоба бар. Бұл Астана қаласы әкімдігі, соның ішкі саясат басқармасы бар. Солмен бірлесіп, Серпін әлеуметтік даму ұлттық қоры осы бірлескен жоба. Бұл жобаның мақсаты жалпы әртүрлі контингенттермен, әртүрлі аудиториямен осы Қазақстандағы болып жатқан қоғамдық, әлеуметтік, экономикалық даму мәселелері бойынша осындай сұхбаттар құру, пікірталастар ұйымдастыру, диалогтік алаң жасау. Сондағы енді бүгін сәті келді, сіздермен мынау Астана қаласы білім басқармасына хат жазып, осындай колледждің де студенттермен біз кездесіп көрейік, білгенімізді айтайық, пікір алмасайық деген тақырып, енді сондай мақсат болып отыр. Мен өзі осы білім саласында көп жыл жұмыс істегенмін. Қазір осы академия құрып, сол академияның басшысымын. Біздің енді мақсатымыз осы жастарға қазіргі қоғамда болып атқан әртүрлі процестер туралы ақпарат беру, пікір алмасу. Сондықтан қазір тек қана мен сөйлеп қоймайын, арасында сұрақтар қойып, кері байланыс жасауға тырысамыз, ұялмай, қысылмай. Жаңа енді психолог Айжан біраз нәрсені үйретіп кетті ғой. Кері байланыс жасау, өзіңді өзің сенімді түрде өз пікіріңді білдіру өте маңызды. Жалпы қазір білім, мынау математикадан, химиядан, физикадан білім алған өте жақсы, бірақ ол білімді пайдалану қалай, Мысалы, коммуникация жасап, қарым-қатынас жасап, практикада қолдану өте маңызды. Әйтпесе біліп, керемет академик болғанымен, оны өмірде қолданамасаң, ол пайдасыз білім болып қалады. Сондықтан осындай өздерің сенімді болғандарың өте маңызды. Қысылмай, кері байланыс жасау керек. Бірінші слайд қарап отырсаңдар, 21 ғасырдағы социумдағы тектоникалық трансформациялар. Бір нәрсе түсінікті ме? Не туралы екендігі? Әзір түсініксіздеу болуы мүмкін, Жалпы қазір біз 21 ғасырдың ортасына жақындап қалдық. Өте үлкен қозғалыстар, трансформациялар, өзгерістер болып жатыр. Оның ең себебі ол цифрлық технологиялардың енгізілуі. Осыдан 20 жыл бұрын әлем тіптен басқаша болатын. Солай ғой? Біз мына гаджетті білмедік, компьютердің ең қарапайым түрлері болған. Қазір қарап отырсақ, осы цифрлық технология кіргеннен кейін әлем түгелдей өзгеріп кетті. Даму өте тез болып жатыр. Мына антропогендік сингулярлық деген не деген сөз? Түсініксіз, Ол былай деген сөз. Қазіргі технологиялық өзгерістерге біз үлгере алмай жатырмыз. Адам үлгере алмай. Мысалы, мен өзім мынау гаджет телефондағы бір 10 шақты функцияны білу мүмкін, солай ғой? Оның ішінде қанша нәрсе бар. Айфонда тіптен неше түрлі нәрсе бар. Енді сендер бізден гөрі көбірек білулері мүмкін, бірақ бәрібір ойламайын, бәрін игеріп кетті деп. Яғни біз түгел болып жатқан өзгерістерді игере алмай жатырмыз. Сондықтан бізде қазір Қазақстанда бір мақтанатын жағдай, анау экспо қазіргі IT сорада үлкен хаб ашылды, сол жерде суперкомпьютер орнатылды. Ол Қазақстан үшін өте үлкен табыс. Басқа көп елдерде жоқ. Ал енді сол суперкомпьютердің мүмкіндіктері біз үшін жұмбақ, ол фантастика. Солай ғой? Сондықтан міне осындай үлкен өзгерістер болып жатыр. Сондықтан біз
келесі слайдты көрсете берейік. Мен тез айтам. Мына индустрия 4 деген жерде отырмыз. Ол не деген сөз? Міне осы цифрлық технология, мынау интернет вещей дейді, биг дата дейді, жасанды интеллект, автономды роботтар, мына принттің неше түрлі шықты. Қазір адамның органдарын принтермен басып шығарып жатыр. Қытайда үлкен бір көпірді, мост дейміз, үлкен көпірді принтермен басып шығарған. Сенесіңдер ме? Оны кәдімгі біз бетонмен құйып әуре болып жүрсек, қытайлар сондайды жасап жатыр. Мынау таулардың арасына көпірлер салып жатыр ғой қазір. Сондықтан қазіргі технология деген адамның бас айналатындай өте тез дамып жатыр, енді өте үлкен жаңалықтар болып жатыр. Біз сондай заманда өмір сүріп отырмыз. Бұны индустрия 4 деп атайды. Ал енді мына жасанды интеллект кірді, қазір генератив технология, ол бізді индустрия 5-ке алып келе жатыр. Индустрия 5 дегеннің қандай болатын көз алдымызға елестетудің өзі қиын. Қалай болады? Ертең бұл жасанды интеллект адамға параллель өмір сүріп жатыр. Ертең бұл адамды басқарып кетуі мүмкін, солай ғой? Келесі слайд. Сондықтан міне қарап отырсақ, цифрлық қоғам деген ол қандай қоғам? Дауыстап оқуға болады, иә? Цифрлық технологиялардың кең қолданылуы. Жаңа айтқан интернет, смартфон, бұлттық сервистер, облачный сервисі дейді ғой. Жасанды интеллект, биг дата. Электронды экономика. Экономикаға цифрлық технология түгел кіріп кетті, солай ма? Банктердің бәрі, мына криптовалюталар кіріп жатыр, онлайн қызметтер кіріп жатыр, электрондық сауда жүріп жатыр. Енді e-government дейміз, электрондық үкімет. Қазір бүкіл мемлекеттік қызметтің барлығы электрондық цифрлық технология ауысып кетті. Енді цифрлық коммуникация болса да, ол біздің мына гаджеттеріміз, байланыс, әлеуметтік желі, мессенджерлер, олардың барлығы біз қазір күнделікті қолданатын технология айналды. Биг дата деген қазір жаңағы суперкомпьютерлердің ішінде нелер, цифрлар, өте үлкен цифрлар, оларды қазір игеру үшін осында арнайы компьютерлер бар. Келесі слайд. Енді қарап отырсақ, келесі. Енді қандай тәуекелдер бар? Бұлай өзіміз айтып көрейікші, қазіргі цифрлық қоғамның қандай тәуекелдері болуы мүмкін? Кім айтады мысалы? Ол бәрі керемет тамаша ма, жоқ бір қауіп қатерлері бар ма? Мысалы қандай? Кім айтады? Кибербуллинг өте тамаша, содан бастау керек. Адамның қауіпсіздігі өте маңызды. Екінші. Цифрлық сауат, енді сауатлық болу керек қой. Енді жаңа айтып отқан кибербуллинг, кибершабуылдар. Дипфейк деген білесіңдер ме екен? Ол не ол? Сол пайда болды қазір, өте қауіпті. Дипфейк. Дипфейк, қандай жазылып тұр ма? Ол бар ғой, адамды, кез келген адамды суретке түсіріп алады, сол суретіңізді алады да, сізді неше түрлі манипуляция жасап, неше түрлі сізді мазақтауы мүмкін, басқа бір әлеуметтік салып, яғни сіздің жеке қауіпсіздігіңізге қауіп төніп отыр. Сізді неше түрлі қылып, құбыжық көрсетіп, немесе басқа бір әлеуметтік желіге кіргізіп жіберуі мүмкін. Яғни сіздің просто өзіңіздің фотоңызды, бейнеңізді сондай фейк ақпаратқа айналдыру мүмкін. Міне цифрлық, енді осыған байланысты мына интернет тәуелділік болса да, балаларымыз, мысалы мен Алматыда арнайы бір интернет клубқа бардым, не болып жатыр екен деп көрсем, ішіне кірсең жындыхана сияқты. Ана балалардың бәрі есі ауып қалғаны, неше түрлі ойындар ойнап, айқайлап, боғау сөз айтып, бірін боқтап, қызы бар, ұлы бар, сондай болып кеткен, жаңа компьютерлік клубтың іші сондай. Енді осы жақсы ма мысалы? Ол интернет тәуелділік, күні түні отыратын балалар бар, ертеңіне барып, суицидке ұрынып жатқан балалар бар. Бір жерден секіріп кетті. Солай ғой? Өйткені интернет тәуелділік дегенде өте қауіпті болып отыр. Енді арандатушы ақпараттар неше түрлі. Мысалы, жастар үшін әсіресе қауіпті, осындай неше түрлі қазір бір сайттар бар, қауіпті сайттар. Яғни қарап отырсақ, бұның пайдасы мен зияны цифрлық қоғамның бірдей деп айтуға болады. Бірақ ол неден сақтану үшін әрине қандай керек? Жаңа өздерің айтқан цифрлық сауаттылық керек, цифрлық этика керек, цифрлық экология керек. Солай ғой? Біз цифрлық этиканы сақтайтын болсақ, онда бәрі дұрыс болады. Жақсы пайдалана білуіміз керек. Келесі. Нарада не көрсетілген? Болашақ мамандықтар.
Қараңдаршы, қазір осындай мамандықтар бар ма? Бір 5-10 жылда осылардың барлығы біздің өмірге енеді. Бұл фантастика емес. Біздің қазіргі мамандықтарымыздан гөрі басқаша бәрі. Ал енді дамыған елдерде бұлардың барлығы әлдеқашан осы мамандықтар іске асырып жатыр. Оның бәрі мен айтпай қояйын, қарап отырсаңыздар, осындай мамандықтар алдағы уақытта шығады. Сондықтан біз қазір оқып жатқанда күнделікті жаңағы үйдің кірпішін өру немесе жаңағы бір электрооборудованиемен бір жұмыстар істеуге үйренген дұрыс. Бірақ мынаны да біз ескеріп қойғанымыз дұрыс. Себебі біздің болашағымыз осындай мамандықтар. Келесі слайд. Енді менің бүгінгі сіздерге айтып жатқан тақырыптың екінші бөлігі ол адами капитал, солай емес па? Цифрлық даму және адам. Адами капитал дегеніміз не? Кім айтады? Қалай? Қасиеті? Дұрыс па? Капиталды қасиет деп айтуға болады ма? Адами капиталға не кіреді? Келесі слайдта ол тұр, бірақ өздерің ойларыңды айтып көріңдерші. Бізде Қазақстанда адами капитал жақсы ма, жаман ба, сол туралы айтамыз қазір. Адами капитал дегеніміз не? Оның құрамына не кіреді? Бұл өте маңызды нәрсе. Бүкіл даму осы адами капиталға байланысты. Адами капитал жақсы болса, біз жақсы дамып жатырмыз деген сөз. Әлсіз болса, біз артта қалып қалған елміз деген сөз. Сондықтан адами капиталдың біз құрамын білуіміз керек, ол не екендігін. Өте дұрыс. Адамның денсаулығы ол шын мәнінде капитал, солай ғой. Бөгенке ауру адам жиналса, ол не ештеңе істей алмайды. Оған керісінше медициналық көмек көрсету керек, дәрі-дәрмек, қаржылық шығын жасау керек. Мықты адамдар, олар капитал, солай ғой. Білімді адам капитал ма? Сосын не капитал? Ғылым ше. Ғылым, технология капитал ғой. Мысалы, мықты елдері. Сосын не дейді? Таланттар. Шын мәнінде өте мықты таланттар біз үшін керек, құзыреттіліктері дамыған, неше түрлі нәрсені тез арада ойлап табатын, идея ойлап табатын адамдар. Мысалы, Жапония қалай дамып отыр? Олар өздерінің қызметкерлеріне әр күні бір жаңа идеямен келіңіз деп айтады екен. Бірінші кездескенде, бүгін сіз не ұсынасыз? Бізде ондай бар ма? Бізде ондай жоқ. Күнделікті әлгі текучка дейміз, рутинный дейміз ғой, сондай жұмыспен жүре береміз. Дамитын елдер идеяны өте қатты бағалайды. Сондықтан жаңа айтып отқандар өте дұрыс. Бізге талантты адамдар керек. Талантты болу үшін ол шығармашыл болу керек, қабілетті болу керек, жан-жақты болу керек, креативный адамдар керек. Келесі онда. Енді міне адами капитал деген. Оның маңызы жаңа айтылған, шын мәнінде адамның денсаулығы, білім, ғылым, инновация, заманауи құзыреттіліктер. Келісесіңдер ме? Осылардың бәрі біз үшін өте қажет. Ал енді адами капитал, қарап отырсаңдар, ол экономикалық өсудің қозғаушы күші, драйвер деп айтамыз ғой. Драйвері, яғни алға сүйрейтін. Инновациялар мен технология. Тек адами капитал мықты болғанда, бізде жаңада таланттар болғанда ғана біз инновацияны игере аламыз. Талантты адамдар болмаса біз инновацияны ойлап таба алмаймыз. Мемлекеттік басқарудың сапасын арттырушы. Біз егер мемлекеттік басқаруда өңкей әлгі жемқорлар емес, мықты, креативный ғалымдар, мықты жаңа ойлап табатын, білікті мамандар отыратын болса, басқаруда керемет болады. Әлеуметтік тұрақтылық пен қоғамдық мәдениет дамытушы. Бәсекеге қабілеттіліктің басты факторы. Адами капитал неғұрлым жоғары болса, мемлекеттің қабілеттілігі, бәсеке қабілеттілігі жоғары болады. Түсінікті ғой, міне адами капиталды үлкен қылып жазып қойды. Келесі слайд. Енді жаңа айттық, денсаулық туралы енді түсінікті, ал енді адами капиталдың ең басты құраушысы ол не? Білім, солай емес па, Білімсіз адам, білімсіз адам не істейді? Білімсіз адам көбінесе тындыра алмайды. Сондықтан мемлекет басшысының өзінің айтқаны, мына сөзге назар аударайық. Соңғы кезде 5 жылда білім беру саласына бөлінетін қаржы 3 есе арттырдық дейді.
Бұл өте үлкен өзгеріс соңғы жылдары болған. 1200 жаңа мектеп салынды. Оның ішінде ұмытып қалдым қанша 400 бір нәрсе келешек мектептер. Келешек мектептерін көрдіңдер ма? Супер. Бұл шетелде жоқ ондай мектептер қазір салынып жатқан. Оған бөлінген ақша өте көп ақша бөлініп жатыр. Енді соны біз дұрыс пайдаланып, мықты жаңағы адами капиталды жасауымыз керек. Яғни мынау жасалып жатқан білімге 3 есе артық ақша бөліну, келешек мектептерін салу тек не үшін? Адами капиталды нығайту үшін жасалып жатқан саясат, дұрыс па? Келесі слайд. Енді өкінішке орай деп айтайық. Біз жаңа айттық, ғылым дедік, ғылым өте қажет. Бізге жай мынау инженерлер керек, техниктер керек, конструкторлар керек. Сол жағы қалай болып жатыр екен бізде? Қарап отырсақ, мына кісіні танисыңдар ма? Кім бұл? Ұлттық ғылым академиясы президенті. Мен институтта бірге жұмыс істегем, менің досым. Бұл кісі өте мықты, министр де болды, мынау агротехникалық университеттің ректоры болды, қазір Ұлттық ғылым академиясының президенті. Жақында ғана 1-2 күн бұрын интервью берді, сонда мынандай нәрселерді айтты. Жалпы мынау ғылыми зерттеу және тәжірибелі конструкторлық жұмыстарға бізде қаржы өте аз бөлінеді. 0,16% бөлінеді екен, ішкі жалпы өнімнен. Ал енді ана қараңдар, Жапонияда қанша? 3-4%. Израиль кішкентай ғана ел. Неге Израиль мықты? Кішкентай ел болса да, әлемді аузына қаратып отқан елдердің бірі 6%. Нидерландия 2-3%. А бізде 1%-ға тек 27 жылы жетеміз деп отырмыз. Көріп отырсаңдар, біздің елдің технологиялық тұрғыда, инженерлік тұрғыда әлсіз болып отырғанда, бізде керемет заводтар жоқ, біз компьютер шығара алмаймыз, біз мықты аппараттарды шығара алмаймыз. Көбіне біз көшірме нәрселерді пайдаланып жатырмыз. Себебі бізде конструкторлық жұмыстарға, инженерлік жұмыстарға ақша, қаржы аз бөлініп келген осы уақытқа дейін өте жеткіліксіз. Сондықтан мына академияның президенті осы туралы айтып отыр. Бұл туралы талай жерде басқа да депутаттар да бәрі айтып жатыр. Ал енді оны көтеру үшін бізге өте көп қаржы керек. Өкінішке орай осы тұрғыда біз қалып қалғанбыз. Неге біздің елімізде Қытайдағы сияқты, Америкадағы сияқты керемет, Оңтүстік Кореядағы сияқты заттарды шығара алмай жатырмыз? Себебі мында тұр. Бізде конструкторлық, инженерлік жұмыстарға қаржы аз бөлініп келген. Мынау политехникалық колледж, соның бір элементі. Міне, сіздерге көп ақша бөліну керек. Мықты осы арада техникалық бағыттағы конструкторлар, инженерлер осы жерлерде дайындалу керек. Ары қарай сосын университетте оқуды жалғастырасыңдар. Міне бір проблеманың бір келесі слайд. Мұнда не көрсетілген? Міне Қазақстанда адам дамуының индексі. Жалпы үлкен рейтинг бар. Адам дамуының индексі дейді. Индекс человеческого развития дейді. АДИ деп отырмыз, ИЧР дейді. Осы әлемдік индексте Қазақстан нешінші орын алады екен? 67-ші орын, 193. Жақсы ма, жаман ба? Әрине, оған біз қуануға болмайды. 67 деген өте төмен көрсеткіш. Әрине біз ана картада не көрсетілген, байқайсыңдар ма? Қай жерде адами капитал күшті дамыған? Қытайда ма? ақш-та деп кім айтты? Әрине өте дұрыс айтасың. ақш-тың жоғары жағында қандай ел бар? Канада. Қараңдар, қап-қара. Анау Исландия деген кішкентай арал ел, оның ар жағында тұрған. Сорада да күшті дамыған. Қай жерде тағы да күшті дамыған? Австралия, қараңдар. Бір арал, мұхиттың ортасындағы. Изолированный. Соның өзінде адами капитал күшті. Қай жерде тағы? Жапония, Оңтүстік Кореяда, кішкентай ел. Анау жоғары жақтағы не ол? Ресейдің жоғары жақтағы. Англия болса да оның ар жағында. Анау елдер ше жоғары жақтағы. Ал
Жоқ, енді Европа мықты дамыған, бәрі көрініп тұр ғой. Жоғары жағында Скандинавия елдерін байқап тұрсыңдар ма? Скандинавия елдеріне қандай елдер жатады? Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания, 4 ел, 4-еуі де мықты дамыған. Адам таңғалады, осы елдерде адами капитал өте жоғары. Мұны көрдіңдер ме? Қазақстан қандай бояумен боялып тұр? Жасыл, ашық жасыл, байқайдыңдар ма? Ашық жасыл деген әлсіз деген сөз. Ал енді ана қып-қызыл болып тұрғандар кімдер ол? Африка, қартта қалып қалған елдер, өкінішке орай, ол жақта адами капитал дамымақты бұл, тамақтарын тауып іше алмай, аштық, ауру өте көп тараған, Құдайға шүкір. Оның қасасында Қазақстанның жағдайы анағұрлым жақсы, солай ғой. Бірақ тоқмейілсі көммейді. Пока мынандай бояумен боялғанға дейін біз адами капиталды жалғастыра беруіміз керек, дұрыс па? Келесі слайд. Мұнда не көрсетілген? Адам өмірінің сапасы. Біздің өміріміздің сапасы қандай? Нешінші орын? 72. Оған бірнеше мұндай факторлер кіреді. Ол немен өлшенеді дегенде, соның ішінде анау өмір қауіпсіздігі деген бар екен, индекс не дейді? Безопасности. Ана балымыз қарасақ, 54-4. Бізде адам қауіпсіздігі жақсы деп айтуға болмайды. Мысалы, мен Финляндияда болған, әлі есімді кетпейді. Сонда мынау күн тез қараңғы болып кетеді ояқта. Күн аз ғой. Сонда кешке қарай сабақтан шыққан 6 жасар балалар, кішкентай балалар үйіне жая өздері бара береді екен. Ешкім қорықпайды. Баламды ұрлап кете ма, жоғалып кете ма деген сияқты. Себебі ол қауіпсіз ел. Финляндия. Сол сияқты мынау Исландия, Жаңа Зеландия, Португалия, көріп отырсыңдар, Сингапур, Жапония, Чехия елдері өте қауіпсіз елдер. Тәртіпсіздік жоқ, қауіп қатер жоқ. Біз ол жағынан 72-ші орын. Яғни адами капитал деген адамдардың жауапкершілігі, адамдардың бір-біріне деген қамқорлығы, сенімділігі әлі де бізге оны жақсарту керек. Ана елдердің қатарына қосылуымыз керек. Келесі слайд. Ол үшін не істеу керек? Үлкен сұрақ, келесі слайд. Мынау не нәрсе? Жемқорлық деген коррупция, 180 елдің ішінде 93-ші орын алады екенбіз. Ең жоғары жақта қандай елдер тұр? Жасылмен боялған. Қандай бақытты елдер қараңдаршы. Коррупция жоқ, жап-жасыл. Ол жерде жемқорлық жоқ. Бүкіл бюджетте түсетін ақшаның бәрі кәдімгі дұрыс пайдаланылып, елдің экономикасын, елдің денсаулығын жақсарту үшін, бақытты өмір сүру үшін сонда елдер. Міне Скандинавия елдерінде коррупция деген понятие жоқ, ұғым жоқ. Ал енді біз ол жағынан 93-ші орында, соңғы кезде шамалы жақсару бар, бірақ өкінішке орай біздің немізге, экономикалық дамуымызға, адами капиталдың дамуына осы коррупция, яғни жемқорлық өте жаман әсер етіп жатыр. Біз ойлаймыз, осы жаңадан өсіп келе жатқан өздерің сияқты жастар осы коррупцияны құртатын шығар, оған әуес болмау керек. Ол арам әрекеттер. Бізге мына президент айтып жатқан адал азамат деген сол үшін айтып жатыр. Ол кісі қайта-қайта адал азамат деген адал еңбек жасайтын, адал еңбек ақы табатын, елге адал қызмет ететін адамдар бізге қажет болып жатыр. Ал енді бір жағында қулық, сұмдық, алдап, біреуді алдап, қазір масқара болғанда жаңағы цифрлық қоғамның бір несі, мына банктер адамдарды алдап, алаяқтықпен несие беріп жатыр. Біз өзіміз осы Астана онлайн жобасында көрдік. Бірнеше адамдарға 2 күннің ішінде 7-8 кредиттеліп тастаған мойындарына. Олар білмейді. Онлайн кредит деп сол оформление жасап жүрген. Енді олардың бойында 12 миллион қарыз, ана банк, ана 5-6 банк сөйтіп жіберген. Міне алаяқтық деген. Сонда оны кім істегендігін қазір іздеп тауып жатыр. Адамдарға обал. Олар өздері жағдайы жоқ адамдар,
олардың мойнына тағы кредитлеп қойған. Міне осындай да сұмдықтар болып жатыр. Сондықтан бұл алаяқтық деген нәрсе, мынау жемқорлық деген нәрсе өте жаман нәрсе. Келесі. Міне көлеңкелі экономика деген осы алаяқтықтың, жаңағы жемқорлықтың бір көрінісі. Көлеңкелі экономика қарасаңдар, 17 жылы 28, яғни әрбір түскен ақшаның почти 3/1 басқа жаққа кетіп қалып ғой, қалтаға түсіп, ұрлық. Құдайға шүкір азайған, байқадыңыздар ма? 24 жылы 16-та жетті. Сонда да бұл өте көп, яғни мемлекеттік бюджеттің 16%, 17% басқа жаққа кетіп қалды. Ұрланып жатыр деген сөз. Міне біз экономика неге дамымай жатыр деген сұраққа бірден бір жауап осы. Міне осымен қазір біздің мемлекетіміз күрес жүргізіп жатыр. Ол бәріміздің есімізде болу керек. Келесі слайд. Енді жастар арасында проблемалар, мынандай проблемалар мен дұрыс жаздым ба? Әлде кейбіреуіне келіспейсіңдер ме? Бәріне келісесіңдер ме? Буллинг бар ма? Суицид бар ма? Интернет тәуелділік жаңа айтты. Құмар ойынға өстік, лудомания деген мен жақсы білем. Біздің бір көршіміз болған, сол керемет, жақсы отбасы болған. Атасы керемет, атақты адам болған, елге қызмет жасаған. Одан кейін әкесі де әжептәуір жұмыс істеген жақсы. Сол семьядан бір балалар осы лудоманияға ұшырап, жаңағы казиноға барып, бүкіл жиған тергенін бәрін құртып, миллиондаған қарызға кіріп, ақыр соңында анау үйге адамдар келіп, маған бәленбай қарыз, мынаған бәленбай қарыз, ол үйді күзетіп, қоршап, ананың әке-шешесіне угроза жасап, қауіп төндіріп, ақшамызды тауып бер деп, ана баланы кесірден, ақыр соңында бала түрмеге түсті, әкесі қайтыс болды, инфаркт алып. Бұл бір ғана факт, бұндай өте көп. Сондықтан мына лудомания деген нәрсе, бұл сұмдық нәрсе. Бір оңай ақша сияқты барып, ойнап бір нәрсе. Бәрі өтірік, бәрі кәдімгі алаяқтардың жиналған жері. Бұл деген өте қауіпті нәрсе, сондықтан бұған ешқандай жолауға болмайды. Енді мына наркотик деген нәрсе мынарада жазылған жоқ. Адам шошытатын нәрсе наркотик деген. Қазір мына закладчик деген шықты, білесіңдер ме закладчик деген? Мен өзім үшін айтсам көп білмейді екенмін. Сөйтсем жастардың арасында бұндай қауіп бар екен. Қазір заңды өте қатайтты. Парламент депутаты Мұрат Абенов соны айтты. Осы жақында ғана мына закладчиктерге заңды өте қатайтты. 8 жыл, 10 жылға дейін сотталып кетуге болады. Сізге біреу әкеп жаңағы бір нені береді, пакетті. Ананы апарып анаған бере қойшы, саған бір 50 мың берем дейді. Ана ақшадан қысылып тұрған бала оның не екенін білмейді, апарып қоя қойды, сап беріп, полицейский сұрада ұстайды, 10 жылға, 8 жылға сотталып кетеді бала. Жаңағы 50 мың немесе 15 мың ақша үшін. Осыдан өте абай болыңдар. Ондай факт өте көп. Оған әке-шешесі ара түсемейді, о бала білмеді ғой, қайдан білсін, анау алдады ғой, ешқандай оправдание жоқ. Наркотик таратты ма, бітті. 8-10 жылға бірден кетесіңдер. Ешкім ара түсемейді. Заң солай қазір. Сондықтан жаңағы бір майда-шүйда ақшаға қанша қысылсан да, ондайға абай болу керек. Ал енді бұны ниет жастары деген, ол не деген сөз білесіңдер ме? Ниет жастары. Ниет жастары анда жазылып тұр ғой. Бұл оқымай, еңбек етпей, ешқандай қоғамдық жұмысқа қатыспай, сандалып босқа жүрген жастар бар қазір. Сауда жасап, алаяқтық жасап, мынау Талғарда болды ғой, оқиға. Ана Шерхан беді? Шерзат өлтірді ғой. Вот мынандай балдар. Жұмыс істемейді. Бір қызығы сол балдардың бәрі кейін соттың кезінде не қылды ғой, анықтады. Бәрінде iPhone. Тым жұмыс істемейді, қаңғып жүрген балдар. Бұзық балдар. Олар қайдан алып? Әрине жаңағы буллинг ана. Балаларды қорқытып, үркітіп, ақша жинап, ақыр соңында адам өлтірді, кетті бәрі, сотталып. Мына ниет жастар деген осындай өте қауіпті, қаңғып жүрген кәдімгі надан балдар, бұзық балдар. Осылардың да саны өкінішке орай біраз бар. Кейде 20% деп айтады. Ол енді өте сұмдық. Сондықтан келесі слайд. Сондықтан міне жақында президент мынандай ішкі саясат қағидаттары, құндылықтары мен бағыттары деген жарлыққа қол қойды. Бұл не деген сөз? Осы ішкі саясат деген міне тәрбие, қауіп қатерлерден сақтану,
адами капиталды дамыту деген бағыттар келесі слайд. Осы кезде осы нелерде айтылған. Сондықтан ол кісі мынандай 6 құндылықты бекітіп берді: әділдік, жауапкершілік, заң, тәртіп, еңбекқорлық, жасампаздық, жаңашылдық, бірлік, ынтымақ деген. Тамаша осындай құндылықтар қазір мемлекеттік саясаттың тоғырына айналды. Келесі слайд. Енді бізге қандай білім беру керек деген, енді мен білім саласында осы көп тұжырымдамалар, стандарттар, программалар жасауға атсалыстым. Мен Алтынсарин атындағы білім академиясында көп жыл вице-президент болдым, министрлікте атқардым жұмыс. Сол кезде осы бізге білім қандай болу керек дегенде, жалпы тұжырым бізге жасампаз білім керек. Ол қандай білім? Болашаққа бағдарланған білім, шығармашыл білім, үздіксіз жаңарушы білім, заманауи құзыреттіліктерді қалыптастырушы білім, және қызылмен әдейі жазып қойдым: тәрбиемен бірлескен білім. Дұрыс қой, иә? Біз өте ақылды, өте білімді болуы мүмкін, бірақ тәрбиесіз болсақ, біздің пайдамыз емес, қоғамға зиянымыз келуі мүмкін. Сондықтан осыған қазір қатты назар аудару керек. Келесі слайд. Менен тез-тез мына кісілер танисыздар ғой? Тамаша, бәрі жақсы. Біздің ұлы ғұлама, данышпан, дана тұлғаларымыз, біз осылардың қадірін көпке дейін білмей келдік. Қазір қарап отырсақ, білім беру мазмұнына осы кісілердің ұлағат сөздерін, тәрбиелік қағидаларын, шығармаларын кіргізіп жатырмыз. Әлі аз, әлі де кіргіземіз. Біздің құндылықтарымыздың барлығының бастаулары осы кісілер деп айтуға болады. Әбу Насыр әл-Фараби, Жүсіп Баласағұн құтқадығы білігі, Абайдың толық адам 5 асыл ісі, Шәкәрімнің ар ілімі. Ары қарай келесі. Сондықтан қазір кезде білім беру стандартына мынандай мазмұнды концептілер кіргізілді. Соған кіргізуге бастамашыл болған адамның бірі осы сөйлеп тұрған ағайларым болады. Қараңдаршы, адам, ар-ождан, отбасы, отан, тіл, мәдениет, білім, ғылым, еңбек, табиғат бәрі керек па? Бәрі де өте қажетті нәрсе. Осыны біз білім мазмұнында іске асыруымыз керек. Адам дегенде не айтып отырмыз? Оның жаңағы денсаулығы, оның қауіпсіздігі, оның бостандығы, оның құқығы, ол туралы айтамыз. Ар-ождан ол адамның ар-ұяты, адалдығы, әділеттілігі, ізгілігі, әдептілігі, парасаттылығы, ары қарай. Отбасы құндылығы қажет пе? Отан бізге қажет пе? Ел мен жер қажет пе? Тіл, мемлекеттік тілді біз қадірлеуіміз қажет пе? Тек қазақтар емес, осы Қазақстанның азаматтарының барлығы қазақ тілін, мемлекеттік тілді өте биік, бағалы рухани құндылық деп бағалау керек, мойындау керек олар. Жоқ, мен өзім тілім бар деп жүрген дұрыс емес. Егер сен Қазақстанның азаматы болсаң, қазақ тілін тіл есебінде қадірлеу керек. Мәдениет ол біздің салт дәстүріміз, рухани игіліктеріміз, білім, ғылым, еңбек, дұрыс, табиғат түсінікті. Келесі слайд. Жаңағы адами капитал туралы мен бастап айттым, сонымен аяқтаймыз. Себебі Қазақстан Конституциясында не деп жазылған? Бірінші бапта ең қымбат қазынасы адам, және оның өмірі, құқықтары мен бостандықтар деп жазылған. Керемет айтылған, иә? Өкінішке орай, біз оны өз дәрежесінде іске асырып жатырмыз деп айта алмаймыз. Адамның өмірі, құқықтары, бостандықтары өте маңызды. Сол жерде президенттің айтқан сөзі, біздің басты күшіміз адам және оның жасампаздық әлеуеті деп те айтылған. Жасампаздық әлеует деген бағанағы адами капитал, солай ғой? Оның білімі, ғылымы, технологиясы, біліктілігі, таланты деген сөз. Келесі слайд. Нақсын таныстар ма? Міне керемет қазағымыздың керемет тұлғасы Ахмет Байтұрсынов, ұлт ұстазы деп айтамыз. Бәріміздің ұстазымыз. Өте қиын қыстау заманда өмір сүріп, репрессияға ұшырап, азаптанып, өлтірілген. Бірақ ол кісінің айтқан сөздері керемет. Ерім дейтін ел болмаса, елім дейтін ер қайдан болсын. Яғни, біз бірінші адамды қадірлеуіміз керек. Адамды қадірлей білген қоғамда тұлға ел жанды патриот азамат болады. Шынында солай ғой. Сендерді оқытып атса, жағдайларын жасап атса, әке-шешелерің жұмыс істеп жүрсе, әдемі өмір сүріп жатсақ бір-бірімізбен, онда ол мемлекет бізге қамқорлық жасап жатыр деген сөз. Ал енді сол елге қызмет ету ертең бізге парыз болады. Ал енді аш-жалаңаш далада жүрсең,
ешқандай бұл елде қауіп қатер қаптаған өңкей бұзықтың ортасында жүрсең, мемлекет қайда деп сұрайсың ғой. Неге осындай мемлекет, неге мен бұл мемлекетте өмір сүруім керек деп, ол елден қашуы мүмкін. Сондықтан Байтұрсынов атамыздың айтқан, мемлекет әрбір азаматты қадірлеу керек, солай ғой. Әрбір азаматты қадірлеп, оның денсаулығын, оның білім алуын, оның мәдениетті болуына жағдай жасау керек. Сол кезде ертең ол патриот адам болып шығады. Осы адам құндылығын ең мықты бағалаған елдер тағы да бағанағы Скандинавия елдері. Исландия, Швейцария, Канада. Бұл елдерде коммунизм. Керемет жағдайлар. Барсаңдар өте жақсы. Келесі слайд. Сондықтан біз адам құндылығын басқа орынға қойып отырмыз. Шәкәрім атамыздың сөзі анау. Өмірдің өкінбейтін бар айласы, ол айла қиянатсыз, ой тазасы. Мейірім, ынсап, әділет, адал еңбек, таза жүрек, тату дос, сол шарасы. Міне бәрін тізіп айтып берді. Қандай керемет нәрселер. Бауыржан атамызды білеміз ғой. Өлімнен ұят күшті деген бір-ақ сөз. Өлімнен ұят күшті. Ұятқа қалғаннан гөрі сен өліп кеткенің жақсы. Яғни пазыр болып дейді ғой енді. Сондықтан пазыр болмауға тырысу керек, ұятты болу керек, жақсы жұмыс істеп, жақсы адам болу керек. Өзіңде пазыр болып, әке-шешеңді пазыр қылып жүрсең, сен онда ұятсыз адам болғаның, онда дұрыс адам болмағаның. Сенің ар-ождан құндылығың төмен болған. Келесі слайд. Енді мынау бір-екі слайд қалды. Бұл дағдылар hard skills деген білесіңдер ме екен? Soft skills, hard skills деп айтамыз. Hard skills ол мына математикадан, химиядан, физикадан алатын білімдер. Университетте, колледжде беретін білімдер. Soft skills бұл жұмсақ, икемді дағдылар дейді. Бұл эмоциональный интеллект деп айтуға болады, және коммуникация. Қазір анау жаңа мен айтқан пәндік білімнен гөрі осы soft skills, яғни икемді дағдылар көбірек маңызды. Жақсы қарым-қатынас құру, жаңа психолог айтқанда коммуникация, жақсы сөйлей білу, өзіңді өзің ұстау, әртүрлі бір жағдайлар болса стресске төзімділік таныту, сабырлық таныту өте маңызды. Сондықтан қазір әрқайсың осы мәселені назарға ұстау керек. Икемді дағдыларды дамыту керек. Ешқандай ұялудың қажеті жоқ, қымсынып, өзіңді өзің бір сенімсіз, бүйтіп, тым мом бола беруге болмайды қазіргі заманда. Тым биязы бола беруге болмайды. Сенімді болу керек, лидер болу керек, жақсы қарым-қатынас құра болу керек, мәдени қарым-қатынасты құра білу керек, сөйлеу мәдениетін дамыту керек. Үндемей жүре берсем, изоляцияға ұшырайсың, сөз жоқ. Өйткені тіл ол коммуникацияның құралы. Сөйлей білу керек. Сөйлеу үшін не істеу керек? Бет алды сөйлей білу керек па? Ол үшін білімді болу керек, кітап оқу керек, жақсы осындай ақпараттарды алу керек. Сол кезде барып, сен біреумен бір нәрсе айтып сөйлесе аласың. Солай ғой енді. Жайдан жай өсек айтып отырмайсың ғой. Келесі слайд. Міне мынарада бір нәрсеге назар аударғым келеді. Аналарды қызылмен бояп қойдым. Бізде зияткерлік интеллект, ол IQ дейміз. IQ, GQ, Digital Intelligence дейді. Олардың барлығы бізге қажет, қазірге қажет. Emotional quotient дейді, яғни эмоциялық интеллект керек. Жаңа қарым-қатынас деп айтқаным. Рухани интеллект керек, spiritual quotient дейді. Бұл рухани деген сөз. Не деген сөз? Рухани байлық. Солай ғой? Құндылықтарды білу, мәдениетті білу. Ең соңында қандай бізге интеллект керек болып тұр? Махаббат. Қарсылық бар ма? Жүрек интеллект, эмпатия. Эмпатия деген бір-бірімізді жақсы көру, бір-бірімізді сыйлау, қадірлеу, бір-бірімізді құрметтеу деген сөз. Яғни қазір осы махаббат коэффициенті, махаббат интеллектісі бізге көбірек керек болады. Адамдар эгоист болып кетті. Адамдар тым қатал, агрессивті адамдар өте көп. Қалай болса солай дем арасында ұрысса кетеді, төбелесе кетеді, солай ма? Сондықтан мына дамыған елдерде бір-бірін қадірлеу өте маңызды, жақсы дамыған. Келесі слайд. Болып қалдық. Енді бола тұрды, мына слайдқа тоқтайық. Осы қазіргі білім берудің моделі есебінде ұсынып отырмыз. Ортада президент айтқан 6 құндылық, оның сыртында жаңағы мен айтып атқан 10 мазмұнды концептілер білім мазмұнына енгізілетін, оның сыртында
қазіргі заманға қажетті құзыреттіліктер көрсетілген. Сонда біз білім беру моделін осылай құратын болсақ, біз қазіргі цифрлық қоғамға, адами капиталды дамытатын цифрлық қоғамға лайықты білім моделін жасауға болады деп ойлаймыз. Осымен менің айтатыным таусылды, аяқталды. Сұрақтарың бар ма? Қандай сұрақ бар? Онда бір-екі біздің тыңдаушымыз пікір айтсын. Не түсіндік? Мен атым Нұрлан Ауа. Мен осы сіз айтқан неден өте көп нәрсе түсіндім. Қазақстан бізде дамымай келе жатыр. Біз Қазақстанды дамыту керекпіз. Біз болашағымыз біздің қолымызда ғой. Осы отырған студенттер әртүрлі мамандықтармен жұмысқа ертең тұрады. Біз ары қарай Қазақстанды дамытып бірінші орынға әкелу керекпіз. Коррупция деген нәрсені, оның бәрін қоюымыз керек. Біздің еліміз бірінші орында тұру керек. Алға Қазақстан. Дұрыс. Міне тамаша. Осындай настрой болғандыр, солай ғой. Ой, орташадамыз ғой, жаман емес, Құдайға шүкір, жақсы деп отыра берсе, ондай болмайды. Даму керек, алға қарай, жаңа болашаққа бағдарланған деген сол. Жігіттердің кім айтады? Кел оу. Кім айтады? Кел, кім бар айтатын? Өй, жігіттер, келіңдер. Осы неде түсінгенім, құндылықтар туралы түсіндім, және де Қазақстан қандай орында, қандай нелер пайыздарын соларды түсіндім. Сосын Не нәрсеге назар аудару керек, Иә. Адами капитал дамытуымыз керек. сол адам капиталын дамыту керек. Сосын қазіргі жастардың проблемаларын түсіндім. Иә, дұрыс. Яғни цифрлық қоғамның біз плюсы мен минусын көрдік, мысалы. Ол плюсінен біз қашып құтыла алмаймыз, бірақ жаңағыдай тәуекелдері, сын қатерлері бар екен, оны анықтап алдық. Сондықтан өте цифрлық сауатты болу керек деген сөз. Адами капиталдан ең мықты елдер қандай елдер екен? Швейцария, сосын Нидерландия, Британия, ақш, сосын тағы да басқалары. ақш, Канада, Скандинавия елдері. Осы елдерді айтсаңдар жаңылыспайсыңдар. Сингапур қазір мықты. Біз ойлаймыз ғой, тек Европа, Азия елдері, Жапония, Корея, Сингапур өте мықты қазір. Азия елдері мықты дамып жатыр. Қытай қазір тіптен қатты дамып жатыр. Солай ғой, адами капитал бәрі. Сондықтан біз ортада қалып қоймауымыз керек, бізде ары қарай дамуымыз керек. Қазіргі біздің мемлекеттің саясаты сол. Жақсы, рахмет. Онда назарларыңа рахмет. Алдағы уақытта оқуларың жақсы болсын, өздерің сенімді болыңдар. Болашақтарың өте үлкен, мүмкіндіктерің өте үлкен. Оның тек қана амалы сол адами капиталды дамытуымыз керек. Адами капиталға не керетінін жаңа өздерің байқадыңдар. Ол денсаулықты күту керек, мықты болу керек. Одан кейін білім, ғылым, технология, инновация, жаңашылдық, жасампаздық, жаңа идея, сондай болу керек. Ізденіс керек, дұрыс па? Жақсы, аман сау болыңдар. Рахмет көп.